Пайғамбарымыздың, Алла оған салауат сәлем болсын, Құранды қалай оқығанын білесіз бе? Умму Салама анамыз, пайғамбарымыздың жұбайы, Алла одан разы болсын, осы пайғамбарымыздың қалай Құран оқығаны жайлы былай дейді. Пайғамбарымыз Альхамдулиллахи Роббил Аламин тоқтап кідіретін кішкене. Ар-Рахманир Рахим кідіретін. Малики Яумиддин, мінекей осылайша тоқтап кідіріп асықпай Құран оқитын дейді. Яғни асықпай кідіріп оқығанда үлкен пайда бар екен. Бірінші, қатесіз оқыған мүмкіндігіңіз бар. Екіншісі, мағынасын түсініп, осы аяттарда Алла не айтып жатыр, соны түсініп, жақсы сезіммен, басқаша әсермен оқуға мүмкіндік бар. Сосын, мынау әдемі тәжвид ережесімен, әдемі қираатыңызбен, әдемі нақша келтіріп оқуға мүмкіндік бар. Яғни асықпай оқығанда үлкен пайда бар екен. Сондықтан Құран оқыған кезде осы пайғамбарымыз секілді асықпай оқыңыз, және егер білмесеңіз, осы жаз уақыттарында уақыт бөліп Алланың кәләмі Құран оқуға келіңіз, мешіттеріміз ашық, дәріс алып, осы Құранды қатесіз, Құранды пайғамбарымыз секілді оқуға Алла сізге де нәсіп етсін.